Сәлем оқушыларым. Қазақ кирилл әліпбиімен таныс болайық. Қазақ кирилл әліпбиі көбінесе Қазақстан мен Моңғолияда пайдаланылатын әліпби. Бұл Сәрсен Аманжолов ұсынған әліпби 1940 жылы қабылданған. 42 әріп енген. Оның ішінде 33 орыс әліпбиінің әрпі бар және қазақтың 9 төл әріптері бар. Олар ә, ғ, қ, ың, ү, о, ү, х, ә. Ендеше қазақ кирилл әліпбиімен толықтай таныс болайық. А, ә, б, в, г, ғ, д, е, ё, ж, з, и. Қысқа и. К, қ, л, м, н, ң, о, ү, п, р, с, т, у, о, ү, ф, х, х, ц, ч, ш, ш. Айыру белгісі а, ә, жіңішкелік белгісі ә, ю, я.